Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын еттен жасалған пирогтың рецептінен бөлісемін. Егер үйде дәмді әрі тез жасалатын нәрсе жасағыңыз келсе, осы пирогты жасап көрсеңіз болады. Ол үшін ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Одан кейін оның үстіне жылы суымызды құйып араластырамыз. Тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Кейін үстіне ұнымыздың жартысын саламыз және де қобдишымызды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырып, қамырымыз иленгенше араластырамыз. Қалған ұнымызды тағы да үстіне салып, қамырымызды жұмсақ қып илеп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге фарш немесе майда туралған ет, бір картоп, бір пияз, тұз қажет және базилик, қара бұрыш қажет. Приправаны өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоса бересіз. Осы заттарымыздың барлығын үлкен ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз.
Мен осы қамырдан 2 кішкентай пирог жасадым. Қамырымызды егер үлкен пирог жасасаңыз, онда қамырыңызды бөлмесеңіз болады. Мен 2-ге бөліп алдым. Одан кейін екеуін жеке-жеке жұқа етіп жайып алдым. Духовкамыздың ыдысына май құйып, осылай жағып шығамыз. Кейін бетіне қамырымызды алып, осылай төсеп шығамыз. Қамырымыздың үстіне салмамызды салып, біркелкі етіп төсеп шығамыз. Салмамызды салып болғаннан кейін қамырымызды осылай жинақтап түйіп шығамыз. Пирогымыздың ортасы ашық болу қажет. Пирогымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жақсылап араластырып, жағып шығамыз. Қалауларыңызша пирогтың бетіне мак немесе кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған духовкамызға пирогымызды жарты сағатқа салып аламыз. Міне пирогымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Жұмсақ және де ішінде еттер де толығымен дәмді болып шықты. Егер де осы пирогты жасап көрсеңіздер, сіздерге ұнатса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.